Қыздар, сіздерге өзіңіздің минустарыңызды қалай плюс қайналдыру керек екенін айтып берейін ба? Мысалға, сіздің минусыңыз бар, таң намазына тұра алмайсыз. Ешқандай жағдайда таң намазына тұра алмайсыз. Болмаса құптан намаз уақыт оқи алмайсыз. Сіздің осындай минусыңыз бар. Негізі бұл жақсы әдет емес қой негізі. Енді осыны қалай өзіңізге плюс қайналдырасыз? Бұл үшін сіз не істейсіз? 21 күнге алдыңызға мақсат қоясыз. 21 күн бойы мен таң намазына тұрамын. Болмаса 21 күн бойы мен құптан намазын тастамай оқимын. Болмаса 21 күн бойы мен тахаджуд намазына тұрамын. Болмаса 21 күн бойы мен духа намазын оқимын. Болмаса 21 күн бойы мен темекімді тастаймын. Болмаса кофемді тастаймын. Осындай жаман әдетіңіздің біреуін алыңыз да, сөйтіңіз да, осы 21 күн бойы мен таң намазына тұрамын деңіз да, сөйтіп Аллахқа айтыңыз: Аллах тағалам, мен 21 күн бойы таң намазына тұрамын, оның орнына сен менің ризығымды арттыр. Болмаса, мен 21 күн бойы мысалға духа намазын оқимын, сен менің қазіргі проблемамды шешіп бер. Болмаса, Аллах тағала, мен 21 күн бойы құптан намазын тастамай оқимын, сен менің күйеуім екеуміздің арамызда қарым-қатынасым дұрыста. Болмаса, Аллах тағала, мен 21 күн бойы мысалға темекі шегуді тастаймын, бірақ сен менің енеммен қарым-қатынасым дұрыста деп. Осылай өзіңіздің жаман әдетіңізді осылай тастап кетесіз. Қыздар, алдымен ең азы 21 күнмен жасаңыз, одан кейін уже 1 айға, 6 айға, 1 жылға көбейте берсеңіз болады. Бірақ осылай Аллахпен договорға тұрғаннан кейін бұны бұзуға болмайды. Егер де сіз бұзатын болсаңыз, осыны шартты бұзатын болсаңыз, демек сіз не істеп жатырсыз? Сіз өзіңіздің сөзіңізде, уәдеңізде тұра алмайтыныңызды көрсетіп жатырсыз. Енді уәдесіне тұра алмаған адаммен кім жұмыс жасағыңыз келеді? Айтыңыздаршы. Ешкім уәдесіне тұрмайтын адаммен, өтірік сөйлейтін адаммен ешкім жұмыс жасағыңыз келмейді, дұрыс па? Сол үшін осылай 21 күнге бір ғана таң намазына уақыты тұру, болмаса тахаджудқа уақыты тұру, біреуін ғана таңдап 21 күн бойы жасасаңыз, сол сіздің қолыңыздан келгеннен кейін сіз осы өзіңіз шарттасқан нәрсенің жаңа ризығымды көбейт деген болсаңыз, ризығыңыздың көбейгенін байқайсыз. Осылай өзіңіздің жаман әдеттеріңізден құтылсаңыздар болады. Ең оңай жолы осы. Мен өзім жасап көрдім. Өткенде айттым, жаңа миллиардер кісінің 9 ай бойы ораза ұстаған. Ол 9 ай бойы ораза ұстағандықтан ол кісі қазір долларовый миллиардер болып отыр. Себебі ол не істеді? Аллахқа көрсетті, өзінің қолынан келетін, өзінің қолынан сол нәрсе келетін, өзінің қолынан дүниені көтере алатынын көрсетті. Сол үшін өзіңіздің жаман әдеттеріңізден осылай құтылсаңыздар болады, қыздар.